Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында осындай өте дәмді сирникелердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен сүзбеміз өте құрғақ болу керек, мынандай сулы болмау керек, осылай құрғақ болу керек. Оның үстіне 2 ас қасық манная каша саламыз, 2 ас қасық шекер саламыз, 1 жұмыртқа. Барлығын блендермен езіп алатын боламыз. Міне қыздар, жақсылап блендермен езіп алды. Енді қазір осыны домалақтайтын боламыз. Ең алдымен тақтайымызды алып, үстіне кішкене крахмал сеуіп, қыздар, дайын болған творогымызды 1 ас қасықтан алып қолымызға дөңгелектейтін боламыз, құрт секілді. Астында кукурузный крахмал, тақтайдың үстіндегі бокалды, осындай кез келген бокалды алып, осылай айналдыратын боламыз. Келесі бетіне ауыстыратын боламыз. Мынаны былай астынан қойып, екінші бетіне де солай жасайтын боламыз. Сол кезде өте дөп-дөңгелек, әп-әдемі болып шығады қыздар. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Міне қыздар, сирникелер дайын. Енді бұны морозильникте 1 аптаға дейін сақтауға болады. Мен қазір морозильникке салып қоятын боламын. Және де пісіретін алдында, қыздар, 1-2 сағат алдын салып, 2 беті қызарғанша пісіре алатын боламыз. Сирникелеріміз дайын.